Өзі бүгін жақсы күндердің бірі болды. Как раз күзге жақын жаһандардың алдында біз өзінің чоң кампабызды ремонттадық. Үстіндегі чатырын жаңылатып, ағып атқан жерінен полный демонтаж қылып, жаңыдан тыныкелерді төшеп шықтық. Бұл толық жұмысқа 5 миллиондан ақша кеткен, қаражат ақша кеткен. Бұл қаражатты толығыменен через Всемирный продовольственный программа арқылы швейцарский өкмөт, Швейцарияның елі көтерді. I am very happy to provide explanation. Switzerland has been helping Kyrgyzstan for the last 30 years since independence. Roughly 20 million Swiss francs or a little bit more per year. We work on water and infrastructure. We work on economic development and we support processes like local governance. What we do today, we put on the preventing risk for natural disasters and also from man-made disasters. Всемирный продовольственный программаның әрекеті бұл негізінде азық-түліктің қауіпсіздігі. Біздің елімізге, біздің жұртымызға өзіңіздер білгендей ақырғы айлары осы жылдың 24 февральдан баштап азыркы күнге чейин продовольственный программа бұл аябай бүт дүйнө жүзүнүн курч маселеси болуп турат. Бул un болобу, кум шекер болобу, май болобу, кайсы продукта болбосун, ушунчалык логистика бузулуп, поставкалар бузулуп, ошондуктан ошол маселе негизинде бүт мамлекеттин аябай оор маселеси болуп турат. WFP mainly acts emergency response, but also we are supporting the school meals for the kids, and also we are doing the social protection service for the poor people. Булар азыр ошо акча жагынан бизге катуу жардам берип атышат, бирок ошо акчанын колдонуу боюнча биз буларга сунуштарды берип атабыз. Азык-түлүк тапкелип аткандан кийин аларды сактоо режимин биз аны жакшы кармай албай атабыз да. Себебинде кампаларда өзүнүн талаптарына жооп бериш керек, бул вентиляция болуш керек, ысык муздак болуш керек дегендей. Анан ошого дагы ошо проекттерди даярдай турган болсок, түштүктө бул жакта дагы бир-бирден кампаларды салып, алардын ошо азык-түлүктүн коопсуздугуна чоң салым берет деп ойлоп атабыз.